bihisi kimdi, неге дейміз бар септік арабшада екінші мәфғул бихи ол да тапсыр. Бізді тура жолға сал. Мына жерде өткен шақта келген хәдәйнә кімді? Адамды. Неге? Нәждәйн екі жолды біз екі жолға салмадық па, екі жолды оған көрсетпедік пе деп болымсыз аудару себебіміз мына уә мен алдындағы әлем деген аятқа атып кетілгендіктен қазақша аудармада сол болымсыз мағынада аудару себебі оған байланысты. Бұл түсінікті ме қыздар? Әдәйна ән-нәждәйн. Енді бұл жердегі нәждәйнді негізі біз әшейін өз сөйлемімізбен айтатын болсақ, әдә салды. Кім? Алла. Кімді? Әл-инсана. Бірінші мәфғул бихи. Әл-инсана. Неге салды? Харфу жар илямен де келуге болады. Иля сираты мұстақим депті. Қолданбасақ та болады. Қолданбасақ мәфғул бихи. Сонда ән-нәждә егер бір жол болса. Ал екі жол болғанда нәждәни табысып түрінде нәждәйн. Бұл түсінікті ме қыздар? Екі мәфғул бихи дегенде осы айтылды. Енді біздің аятта болатын болса, Алла сөзінің орнында мә тұр. Біз салдық дейді Аллаху Тағала. Ал адамның орнында не тұр? Қыздар? Адамның орнында аятта не тұр? Лаху ма? Ху тұр. Мәфғул бихи көрдіңіздер ме? Жетістікке жалғанады. Айтылмау себебі неліктен әл-инсан деп бастапқы аяттарда уже айтылып кетті инсан. Болды, оған қайтатын бүкіл ләху тағы да инсанға қайтып. Арабшада осындай замирлердің қайта тұрған. Әләм нәжәл ләху, яғни әләм яжәл Аллаху лил инсани айнайн деген сөз. Егер мына сөйлемде дәл солай айтатын болсақ, әләм яжәл жаратпады ма, бермеді ме? Кім? Аллаху. Кімге? Бұл немен келеді? Лил инсан. Адам баласының үшін. Инсан. Не бермеді ма? Айнайн. Сонда мына сөйлеміміздің де құрылысын көріп отырғандарыңызды қыздар. Солай мына жерде де былай беріле алады. Түсінікті ме? Фәғіл бар. Нәжғалда ішінде, ежғалда артында Аллах, ләфзатуллах, фәғіл ретінде. Егер өз сөйлеміміз түрінде айтатын болса, кімге бұл немен қол келеді? Харфу жармен келеді. Әдәда кімді неге дегенде екеуді харфу жарсыз екі мәфғул бихи ретінде қаралды. Ирабына қарайтын болсақ, хәдәй фәғлун мады. Мәбниюн аля сукун дейміз. Фәғілі дамир мұстатир тақдируху нахну. Ішінде тақдируху деуімізге керек жоқ, көріңіздер, анада автоматически кей кезде қойып кеткендіктен бермей, мынау жасырын емес қой, келе тұр ғой. Сондықтан әл-фәғіл дамир деп қысқаша айтуымызға болады. Нахну деуімізге керек жоқ. Я да нә деймізді, дамирун фи махалли орында тұр. Рафаи фәғілдің орында тұр. Уәлхә هديناه дегенде ғамыз мәфғул бихи әуәл, бірінші мәфғул көрдіңіздер ме? Ән-нәждәйн екінші мәфғул мансуб. Ва аламату насбихи әлия дегендіктен түсініктемесін береді. Ләннәһу мусанна. Өйткені ол мусанна. Әу мансубун би назъал хафид. Немесе мансуб болып келіп тұр. Не үшін? Хафид. Хафид дегеніміз әл-жар деген сөз болды. Әл-жар дегеніміз яғни харфу жар. Харфу жар түсіп қалғандықтан мансуб болып келіп тұр дейді. Яғни бұл жерде біз хәдәйнаху илән нәждәйн деп айтуымызға болатын еді. Сол иля түсіп қалғандықтан орнына мәнсуб болып келіп тұр деген иғраб та бар. Тікелей екінші мәфғул ретінде иғрабымыз бар. Тәпсіріне қарайық. Тәпсірінде әлем нәжәләху айнайн юбсиру бихима ва лисанан ва шафатайн тіл және екі ерін бермедік пе? Ятахаддасу биха. Ха деген көпше тілді білдіреді. Бихима деген жоқ.
Неге көпшетірге беріліп тұр қыздар? Ақылсыз көпшетірге хә дейміз. Неге? Неге бихима демейді мысалы? Парные органы. Оған Парные байланысты органы емес. женский род. Жоқ, онда мына жерде қараңыздар. Айнейн екілік түрде келді ма, бихима дейді ол. Егер айнин десе биха дейді. Ал бұл жерде биха деп келу себебі лисан плюс екі ерін. Екі ерініңіз болмаса, тіліңіз болса да сөйлей алмайсыз. Өзіңіз ерініңіз жоқ болса, тілмен сөйлей алмайсыз. Яғни өзімен сөйлейтіндей. Бұл жерде де нәкрадан кейін келген мына сөйлем арабшада сыфат сөйлем. Адам баласы онымен сөйлейді. Біз әдетте бүйтіп айтамыз. Егер де бұны нормальный сөйлемге айландырып айтатын болсақ, негізі етахаддас сөйлейді. Кім? Әл-инсан. Адам баласы. Немен? Би дейміз де, лисанин, тілмен, уә шафатайни дейміз ғой. Сонда мына сөйлемдегі бұл сөйлемде мына екеуін алдыға шығарып жесек, мысалы қараңыздар. Би болсын, болмасын дейміз ғой, мына жерден шығарып. Алдыға шығарып жедемін де, мына сөйлемді соның анықтауышын айландыратын болсам, некрадан кейін әлләзесіз тікеліп қойылады. Алайда орнына замир қалдыру керек. Сонда біз егер шафатайын болса бихима деуіміз керек еді. Алда лисан ве шафатайынды қоса алып тұрғандықтан хә. Өзімен адамның сөйлейтін тіл және ерім берді. Ал инсан сөзі бұл жерде түсіп қалып тұр, өйткені алдындағы аяттарда айтылып кеткендіктен, я да мына тәпсірде де алдында айтылып кеткендіктен, хуа ретінде ішінде қалған ғой онда. Келесі аят, настағиду билlah. Фалақтахамал ақаба. Фалақтахамал ақаба. Әдетте лә өткен шақтың алдында келе қоймайды. Алайда осындай өлеңдерде, немесе аяттарда келетін жағдайлары бар. Фалақтахамал ақаба. Фалақтахама деген етістігіміз ұмтылды, тырысты дегенді білдіреді. Ал біздің аятта тырыспады деп неге болымсыз түрде аударды? Бұл жерде болымсыз түрде етіп келген екен ғой. Кешіріңіздер. Бұл жерде қыздар, қараңыздар, мына алдыңғы аяттардағы әлем дегеніміз бар еді ғой, бағанағы. Қараңыздар, әлем нәжғал өткен шақ, уәхадайнаху өткен шақ. Одан кейін фалақтахама деген кезде негізі мына ләні қолдамаса да болатын еді да, қыздар. Бұл жердегі ләні күшейту үшін келтірді деп айтады әдетте. Алайда мына жердегі фәміз атып барып. Сонда мына жерде па деп аударып тұру басындағы әлемға байланысты. Негізінде мына әләға байланысты емес. Енді иғрабына қарайық. Фәлә фәғатифа, фәлә нафия, әшин нафия, уә дуаия, дуға мақсатында келген лә, бүйтпесін, сөйтпесін деген мағынада да келе береді дегені ғой. Иқтахма фәл мадын, фәғалі мұстатив тақсиру хуа, яғни адам, әлақаба мәфғул беши, кедергіні аспады, асуға тырыспады деген мағынада ғой. Тәпсіріне қарайық. Бағанағы уәхадайнаху нәждәйн дегенде аррафнаху. Мына жерде бермей кеткен екенбіз ғой бағана. Аррафа танытты деген сөз. Нә біз таныттық. Аррафна біз таныттық. Бұл адамға. Нені таныттық? Тариқал хайри. Жақсылықтың жолын. Ва тариқал батили. Яғни де жамандықтың. Яғни ақиқат пен батылдың жолын үйреттік. Аррафа деген етістікте екі мәфғул бихи алып тұр. Қараңыздар, бірінші мәфғул кімге, нені, екеуі де арабшада мәфғул бихи ретінде келіп тұр. Бұны тәпсірін қоя кетейік. Тәпсірін бермей кетеміз.
Мына жерді былай түсіндіргеннен кейін тапсырма бермей кеткен екенбіз ғой. Мынаны басқа суретке қояйық, чтобы показать. Аррафнаху, оған таныттық, тариқал хайри ва тариқал бар. Нәждәйн дегенде соны мақсат. Фалақтахамал ақаба. Ва хуа, және ол муталибун, талап етеді. Нені талап етеді? Би ан ятаджауазал ақаба. Муталибун емес, муталабун. Негізі одан талап етілген. Не талап етілген? Ан ятаджауазал ақаба. Яғни кедергіні алдында тұрған асып өту одан талап етілген. Қай кедергі? Әлләти тафсилуху, оны айырып тұрған. Анил джаннати, жаннаттан бөліп тұрған. Фаяқтауха ва ятаджауазуха. Яғни фаяқтауха ва ятаджауазуха деп мансупта оқуымызға болады мына жерде. Одан талап етілген нәрсе мынадан өту, ол жолды басып өту, және де асып өту деп қайта-қайта түсініктеме берген екен. Одан талап етілгендігіне қарамастан деген сияқты мағынаға келе береді, егер де біз мұны уахуа муталаб деп тәпсір беретін болсақ. Муталибун талап етеді, муталабун өзінен талап етіледі. Не талап етіледі? Би ән ятаджауаза, асып өтуі, аттап өтуі. Қай? Оны жаннаттан айырып. Фаяқтауха, ки деп түптерді байлап береді, яғни асып өтуі, яғни мына яқтау деген негізі кесу, алайда жолға байланысты айтса, жолды өту дегенді білдіреді. Ятаджауаз тағы да асып өту деген мағынаға келеді. Келесі аятта қазір бір аз ғана уақытымыз қалды, сонда да бастай берейік. Нәстәғиду билла. Уәма, бұл түрде келгендер бізде бұрынғы аяттарда да көп келген. Нәстәғиду билла. Уәма адрака мәл ақаба. Кедергінің не екенін қайдан білесің? Негізі дәл мағынасы кедергінің не екенін саған не білдірді деп аударған болатынбыз, естеріңізде болса. Әдра, юдри, білдірді деген мағынада келетін екен. Одан кейін келесі аятта не білдірді дегеннен кейін соның не екенін сразу түсіндіріп кеткен. Нәстәғиду билла. Фәкку рақабатин. Фәкку негізі ажырату, бөліп алып тастау дегенді біледі. Мойынды. Мойын деген мағынада, жерде құл деген мағынада қолданып кеткен ғой кейін. Рақаба негізі мойын дегенді біледі. Бұрын құлдардың мойнына бір бұғау салынатын болған ғой. Соны шешу дегенді білдіріп тұр ғой сонда. Бұғауды шешу. Яғни құлды азат ету. Бұл түсінікті ме, қыздар? Ярамына келетін болса. Уау халия дейді. Бұнда да хал деп берген екен. Ва исму истифхам мәміз. Махалли рафл мубтада. Ма адрака, не білдірді деген. Сонда не дегеніміз бастауыш деп тұр. Адра деген етістік плюс ка ғой. فعل ماض فاعل مستتر تقديره هو قайтып тұр. Хуа дегеніміз, яғни мә. Мәға қайтатын заңгілер әдетте хуа болып келеді. Әл-кәп мәфул бихи етістікке қосылғандықтан, фи мәхәлі насып мәфул бихи. Ва жүмлет әдрака хабару мә. Мә мүбтада болатын болса, артынан келген етістік хабар болады да сонда. Мә исму истифам мүбтада дедік, бұны жаға қайтылып кеттік қой. Қайталанып кетті қыздар. Ма исму истифам мүбтада, лақаба хабар марфу. Мә, кешіріңіздер, мына жерге кетпіз енді. Мәл ақаба. Мына жердегі мәміз, мынау мәмізде бастауыш, баяндауыш, мүбтада хабар болса, енді мынау мәфул бихи деп бастап тұрған сөйлем ғой, мынау қараңыздар. Мә мүбтада, әл-ақаба хабара. Соны берген ғой, исму истифам мүбтада, әл-ақаба хабар, ва жүмлет мәл ақаба фи мәхәлі насып. Алайда екі мәфул бихидің орында тұр. Ол екі мәфул бихи екінші және үшінші қыздар. Өйткені әдра етістігі үш мәфул бихи алады. Кімге ненің не екенін білдірді деген мағынада үш мәфул. Сондықтан мәфулейни әссәни уә сәлис деп берілуі, бұны бұрынғы аяттарда берген болатынбыз. Екінші және үшінші мәфул бихидің орнын басқан насып мәхәлінде тұр.